Бауырды тазалаудың ең оңай 7 әдісі. Сәлем достар, сіздермен бірге тән арнасы. Каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бауыр ағзаның ең маңызды мүшелерінің бірі. Ол токсиндерді сүзгіден өткізіп, метаболизм процесіне қатысады. Дұрыс жұмыс істемеген бауыр денсаулыққа көптеген қиындықтар туғызуы мүмкін. Сондықтан оның жұмысын қалыпты деңгейде ұстау өте маңызды. Бауырды тазалау оның тиімді жұмыс істеуіне көмектесетін процедура. Бұл үшін бірнеше табиғи және оңай әдістерді қолдануға болады. Бірінші әдіс – суды көп ішу. Бауырды тазалаудың ең қарапайым және тиімді жолдарының бірі су ішу. Су ағзадан токсиндер мен қалдықтардың шығарып, бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Күн сайын кем дегенде 8 стакан су ішуге тырысыңыз. Сондай-ақ лимон қосылған су бауырдың детоксикация процесін тездетуге көмектеседі. Екінші әдіс – денсаулықты қолдайтын тағамдар. Бауырды тазалау үшін дұрыс тамақтану өте маңызды. Мысалы, көкөністер мен жемістер, әсіресе қызылша, сәбіз, алма, лимон бауырдың табиғи детоксикация процесін қолдайды. Сондай-ақ орамжапырақ, брокколи, сарымсақ және авокадо сияқты тағамдар да бауырды тазалауға жақсы әсер етеді. Үшінші әдіс – қуырылған және майлы тағамдардан бас тарту. Қуырылған, майлы және ауыр тағамдар бауырдың жұмысына ауыртпалық түсіреді. Мұндай тағамдар бауырды шаршатып, оның қызметін бұзуы мүмкін. Сондықтан бұл тағамдарды азайтуды ұсынамыз. Төртінші әдіс – кофе мен жасыл шайды қалыптастыру. Ішуді қалыптастыру. Зерттеулер бойынша кофе бауырдың қызметін жақсартады және ол бауыр ауруларының даму қаупін төмендетуі мүмкін. Сондай-ақ жасыл шай да антиоксиданттарға бай, ол бауырдың детоксикациясына пайдалы. Бесінші әдіс – жаттығу және физикалық белсенділік. Дене белсенділігі қан айналымын жақсартып, токсиндердің ағзадан шығуына көмектеседі. Жаттығуларды күнделікті жасау организмнің жалпы саулығын арттырып, бауырдың дұрыс жұмыс істеуіне ықпал етеді. Алтыншы әдіс – сау ұйқы. Бауыр түнде белсенді түрде жұмыс істейді. Сондықтан жақсы ұйқы өте маңызды. Ұйқы кезінде бауыр табиғи түрде қалпына келіп, токсиндерді шығарады. Сондықтан түнгі ұйқының сапасына көңіл бөлу керек. Жетінші әдіс – сауықтыратын шөптер. Әртүрлі шөптерде бауырды тазалауда пайдалы. Мысалы, шешен шөбі, артишок, балдыркөк сияқты шөптер бауырдың детоксикациясын қолдауға көмектеседі. Оларды шай түрінде ішіп, бауырдың қызметін нығайтуға болады. Қорытынды, бауырды тазалау оның дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін маңызды қадам. Жоғарыда айтылған қарапайым әдістерді күнделікті өміріңізге енгізу арқылы сіз бауырдың денсаулығын сақтап, токсиндерден арылуға көмектесесіз. Бірақ егер сізде бауырмен байланысты ауыр проблемалар болса, дәрігерге кеңес алу маңызды.